Bir сұрақ қойыншы, сіз соңғы рет қашан гүл алдыңыз? Бір немерелеріңіз берген сондай бір кезде болды ма? Туған күн ба? Примерно қанша уақыт бұрын? Бір жыл бұрын алдыңыз ба? Мәссаған арасы көп болып кетті, онда мен сізге бір гүл бергім келіп тұр бүгінге подарокқа. Осындай. Осы как раз Арысқа келгенмін ғой, оказывается, Арыста андай бір магазин бар екен, типа Адор, Романтик деген. Естіпедіңіз? В общем, гүл алатын болсаңыздар, желательно сол жақтан аласыз ғой, сол магазиннен және менің атымнан. Мына жерде андай кішкентай запискасы бар, соны үйге барып оқыңыз, иә? Сау болыңыз. Жаңа алдыңғы стористе айтып өткеніміздей, қыздар біз Ерсак компаниясында бірінші қаңтар айында ең бірінші сатылмаш болғандықтан қазір сіздерге коллаген жайлы қолыңызды білгілеріңіз келсе, енді қайырлы кеш баршаңызға эфирден шыға салып сіздерге сыйлықты көрсеткім келіп тұр. Бұл қолдаушылар осындай күшті Рамазан айының аяқталуымен, ораза айтпен құттықтап. Я, наконец-то біздің қолымыздан келді, Аллаға сансыз шүкір. Я, достар, қыздар, хандар, уже қазір біздің тегін сапар бар, осы бір аптада. Оқырмандарым, қалдырыңыз қалай? Бізде бүгін әділ ойын жазып, серуендеп, достарымен уақытын өткізіп жатыр екен. Видеода көргендеріңіздей. Ол енді Айгүлдің досы болғандықтан неше түрлі әзілдермен әзілдесіп, серуендеп, далада сөйтіп ой кешіп жүреді. Осы каналға ойындарыңыз болса, арнама лайк басып, тіркеліп отыруларыңызға болады. Пікірлеріңіз болса, пікір жазып отырыңыздар. Енді бұл жерде бұлар жастар клубта жүргесін, клубта салып отырғандар да бар. Достармен бірге клубта бой көтеріп жүр екен. Всегда новый нәрсені көреміз деп. Еще бүгін біз онда не жедік? Корейский бір тамақтар жедік. Необычный нәрселер жеп жатыр, бұл не? Ерекше нәрселер жеп жатырмыз. Сен не істеп жатсыздар деп түрін жарымда аппетитін ашып, екі қабат болсаңыздар кешірім сұраймыз алдына. Ең соңында ма? Асында несі күшті екен. До конца не сесенші. Саған. Сен жақтан қара. Сен жақтан басқа нәрсе шықты да, мен жақтан дәнек шықты. Сен жақтан гранат шықты. Мен жақтан дәнек шықты. Біз әлі ұйықтамаймыз, короче. Бізде әлі жұмыс, ұйқы жоқ бізге. Енді басталды жұмысымыз еще. Жұмысымыз енді басталды. Сен память жете ма?